Баршаңызға сәлем. Анасын іздеген Жәнібек қазақ тілін үйреніп жүр. Бельгиядан туған анасын іздеп келген қазақ баласы Жәнібек қазақ тілін үйреніп жүр деп хабарлайды Адырна тілшісі Жәнібектің жеке парақшасына сілтеп. Және Эди Савельев есімді азамат туған анасын іздеп Қазақстанға келген болатын. Ел ішінде Жәнібек аталған қазақ баласы әлеуметтік желідегі парақшасында жазба жариялады. Ол желідегі видеосын қазақша дыбыстап, мәтінін де қазақша оқыған. Арманым терең мұхитқа сүңгу болатын. Соңғы бірнеше күнде диплом алдым. Қазақша сөйлеу арқылы сіздерді өзімен бірге арманыма апарғым келеді. Қазақстан және қазақ халқы менің өмірімді өзгертті. Мен сізді өзімен бірге арманыма апарғым келеді, деді қазақша сөйлеп. Қазақстан және қазақ халқы менің өмірімді өзгертті. Менің әлемге көзқарасым және сезімдерім оң дамыды. Сізге тағы да рахмет, деп жазды Жәнібек.